Қайырлы кеш, қадірменді көрермен, эфирде өмірі өнегелі, ғұмыры ғибратты тұлғалармен сұхбат құратын жанымның жағалауы хабары. Бағдарлама қонағы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Бақтылы Боранбаева. Бақтылы Сансызбайқызы, қош келдіңіз, көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет. Сөз басында туған топырақ жайында айтсақ, балалық шағыңыздың ең шуақты, ұмытылмас сәттері қандай? Рахмет. Әрбір адам баласы үшін балалық шақ бір сағынышпен еске алатын қымбатты шақ қой. Мен өзім балалық шағым, негізі дүние келген туған жерім Ақжайық ауданы, бұрынғы Чапаев ауданы, Алғабас ауылы. Алғабас ауылының бірінші бөлімшесі деп аталды бұрын. Горбунов деген шағын ауылда дүниеге келдім. Атанам кеңес өкіметінің қойын көбейтуге өзінің үлесін қосқан, қойшы, өздерінің еңбегіменен, қарапайым еңбегіменен, адалдығыменен еңбек етіп, кеңес үкіметінің құрметіне бөленген жандар болды. Отбасында тәрбие, мектептегі ұстаздарымыздың тәрбиесін көріп өстік қой. Енді бастауыш класты сол ауылдағы бөлімшедегі бастауыш класты бітірдік те, содан кейін сол кезде совхоз орталығы деп аталды. Сол ауылымыздан, біздің тұрған жерімізден бір 6 километр жердегі Верхний Вологин деп аталды. Қазір Алғабас ауыл, сол ауылдағы 10 жылдық мектепті бітірдік. Менің осындай ғылым жолына келуіме, жалпы кітап құмар болып өсуіме, қарапайым ғана қойшы болса да әкемнің сол кездегі үлесін айтқым келеді. Ол кездегі адамдар менің ғана әкем емес, жалпы кеңес заманында адамдар кітап оқыды, кітап құмар болды, әр үйде кітапхана болды, шағын болсын, үлкен болсын кітапхана болды. Міне біздің үйде де кітапхана болды, үлкен кітап сөрелері болды үйде. Әкем таңменен қой бағуға кетіп бара жатқан кезде, атын ерттеп жатқан кезде қасында қоржын ғой ерге байланған. Сол қоржында міндетті түрде кітап болады, немесе журнал болады. Тіпті етігінің қонышында журнал қыстырылып кетіп бара жататын еді. Ол қой бағып түскі асқа келген кезде манағы оқыған кітаптарын, немесе оқыған журналдан әңгімесін біздерге айтып отыратын еді. Бәріміз жиналып әкеміздің қасында шүпірлеп отырған кезде әкем басқа әңгіме айтпайды, сол оқыған кітабын әңгімелеп береді, журналдағы отырған әңгімесін оқып береді, айтып береді. Сол кезде біздер енді әсіресе мен сол әкемнің айтқан әңгімесін журналдан не анау кітаптан оқуға қызығып, әкем тамағын ішетте диванға қисайып ұйықтап кетеді. Ана кітабын оқып жатып тез ұйықтап кетеді. Сол кезде мен еңбектеп барып, манағы әкемнің көпшігінің астынан кітапты суырып ала қоям да, анау кітапты оқуға асығатын едім. Сол оқимын. Менің осылай кітап құмар болып өсуіме сол қайран әкем осылай ықпал еткен екен ғой. Қарапайым қойшы болса да. Міне сол әкеміз жалпы біздің өзі оқи алмаса да, өзі енді әкесі ерте қайтыс болып, анасын, енді бауырларын, інісі мен қарындасын асырау керек, еңбекке ерте араласқан, оқи алмаған. Бірақ мектепте жақсы оқыды сенің әкең деп айтып жүретін еді біздің мұғалімдеріміз. Міне сол өзі оқи алмаса да, анам да мектепті жақсы бітірген. Менің есімде анам 4-ші класқа дейін менің математикадан есеп шығаруыма көмектесетін еді. 5-ші класстан бастап ол кісі мен енді мынаған шығара алмай, мынау қиындаған екен деп айтып отыратын еді. Сол анам да, әкем де біздің оқуға, білім алуымызға барлық жағдай жасады. Міне сол кісілердің ықпалы менен, ата-анамның ықпалы менен Алғабас ауылдық орта мектебінде еңбек еткен ұстаздарымның арқасында Байғабыл Смайылұлы деген ұстазымыз болды. Біздің қазір тарихтан сабақ берген Сұлу апай, Меңзип апайлар, Серік ағайлар, Кенжеғали ағайлар деген ағайларымыз болды. Осы ұстаздарымыздың ықпалы менен біздер сол кісілерге қарап өстік қой. Ата-анамыздан үлгі алып, сонымен біз қалыптасуымызға, азамат болып қалыптасуымызға менің осындай орта әсер етті.
білім берген ұстаздарыңызды айтып жатырсыз. Кейіннен жоғары оқу орнын аяқтап, өзіңіз де мектепте мұғалімдік қызметке кірістіңіз. Бала жағының бағбаны болып, 20 жылға жуық еңбек еттіңіз. Сол уақыттың естеліктері қандай? Балалық шақты, жастық шақты еске алу бір ғанибет қой. Сол 1986 жылы Алғабас орта мектебін бітіргеннен кейін қазіргі Атырау бұрынғы Гурьев қаласына барып, Гурьев педагогикалық институтына, тарих факультетіне қабылдандым сол жылы. Бұл тарих факультетін 86 жылы бітіріп шыққандан кейін қазіргі Чапаев ауылы, аудан орталығы осы Чапаев ауылына келіп, қазақ мектебінде сабақ бердім. Бірақ аз бір 2 ай ма сабақ бердім. Өткені ол кезде совет заманында мынау институт бітірген тарихшыларды есепке алып отырады ғой. Есепке алып отырып, комсомол жұмысына, мынау партия қызметіне тартып отырады. Міне сондай есеппен мен 2 айдан кейін аудандық комсомол комитетіне жұмысқа шақырылдым. Сол комсомол комитетінде жұмыс жасадым 1 жылдай, одан кейін тұрмысқа шығуыма байланысты Гурьев қаласына барып, сол жылдан бастап, 88 жылдардан бастап менің мектепте қызметім басталды, ұстаздық қызмет еттім. Ұстаздық қызмет бұл 2004 жылға дейін созылды енді. 1995 жыл Орал қаласына көшіп келгеннен кейін сол кезде жаңадан ашылып жатырған қазақ мектебі, мына қаламыздағы 38-ші қазақ орта мектебіне жұмысқа кірістім. Сол кезде осы мектепте мен 8 жыл еңбек еттім. Бұл 8 жыл менің есімде, әр күні есімде деп айтуыма болады. Өйткені бұл анау 97, 96, 97, 98 жылдар елдің жалпы есімізде ғой, өте бір өтпелі кезең, өте ауыр кезең. Міне сол кездерде мен еңбек еттім жалпы. Сол кездердегі мектеп оқушыларымен, ата-анамен, әріптестерімізбен тығыз байланыс жасап, сол кездердегі қиындықтарды жеңіп шықтық қой. Енді мектептегі егерде мен жазушы болсам деп ойлаймын кейде. Мен жазушы болсам, сол 38-ші мектепте өткен 8 жылды мен жазып шығар едім. Өте бір әдемі, оқырмандар сүйіп оқитын кітап болар еді, бір мұғалімнің естелігі деп ойлаймын. Өткені ол кездер мен 38-ші мектепте жасаған, әсіресе 2000 жылдарға дейін ол өте қиын болды. Оқушыға да, ата-анаға да, сол кездегі мектептегі мұғалімдерге де өте қиын кезеңдер болды енді. Бірақ сол қиын кезеңдерді басымыздан өткіздік қой. Қазіргі сол оқушыларым өзімнің бір азамат қазір, оларды көріп қалған кезде шұрқырасып, мынау өздерінің маған деген көңілдерін білдіріп жатады. Бір күні бір көшеде келе жатсам, алдымнан бір жеңіл машина өтті де тоқтай қалды. Тоқтай қалды да мен енді мына машина менің алдыма тоқтады деп мен де кідіріп қалдым. Сөйтсем, әлгі машинадан жүгіріп келе жатыр бір сабақ берген оқушым, мені көріп апай деп сондай ма бір ыстық кездесу болды. Немесе ата-аналарым да қазір мені көргенде сондай ерекше кездесіп жатамыз. Сол кездегі қиындықты бірге өткізген адамдарымыз сондай риясыз көңілмен шырқырасып табысамыз қазір. Қазақ тарихын зерттеп жүрген ғалымдар арасында тыңнан түрен салып, қазақ депортациясы, ғұмартану, алаштану саласында жаңа деректер аштыңыз. Үлкен ізденіс пен қажырлы еңбектің нәтижесінде бірнеше жинақ жарық көрді. Жалпы бұл бағыттағы зерттеулеріңіз қалай басталған еді? Рахмет сұрағыңызға. Жалпы ғылым деген ғылым жолы өте қиын жол. Ғылымды қазақ, бірақ сөзбен, мына сөз тіркесі бар ғой, ғылым инемен құдық қазғандай деп. Бір сәт ойланып, инеменен бір сантиметр топырақты қазып көрсеңіз, қанша төзімділік, шыдамдылық қажет етеді, бір сәт ойланып. Міне ғылым жолы, ғалым болу, кәсіби ғалым болу, бұл адамның шыдамдылық, төзімділік қасиеттерін қажет ететін ғылым. Жалпы ғылымға қажетті мінез ол шыдамдылық, төзімділік.
Міне қызығушылық болу керек. Қызығушылық жоқ жерде, немесе шыдамдылық, төзімділік жетпесе, жалпы ғылыми пайдалы еңбектер жазу ол қолдан келмей қалады. Мен соңғы 20 жылда келдім ғой. 2004 жылдан бастап мен жоғары оқу орнына ауыстым. 2004 жылдан бастап ауысып, 2009 жылы тарих ғылымдарының докторы, профессор, академик, біздің өлкеміздегі республикаға белгілі ғалым Тұяқбай Зейтұлы Рысбековтың жетекшілігімен мен 2009 жылы осы Махамбет Өтемісов атындағы университеттің диссертациялық кеңесінде Ғұмар Қараштың өмірі мен қоғамдық саяси қызметі деген тақырыпта кандидаттық диссертацияны сәтті қорғап шықтым. Жалпы бұл 20 жылдың ішінде менің өзіңіз айтқандай 7-8 оқулық бар, 6 монографиям шықты, 2 жоғары республикамыздағы жоғары оқу орындарында қолданыста қазір қазақ тарих мамандығының қазақ бөлімінің студенттері қолданып жүрген орта ғасырлар тарихы оқулығым бар. 20 жылдың ішінде осындай жетістіктерге жету жалпы, бұл менің студент кезімдегі ғылыми жұмыспен 5 жыл бойы айналысқандағы еңбегім, сол уақытты зая жібермей, 5 жылда уақыт зая жібермей, ғылыми тақырып алып, сол ғылыми тақырыппен айналысқандағы еңбегімнің нәтижесі деп айтам, студенттеріме де айтам, сіз уақыттарыңызды бос жібермеңіз. Мен 2-ші курстан бастап, менің енді байқаған болу керек, жалпы шығармашылық жұмысқа деген қабілетімді, менің 2-ші курста Төлентаева Күләш Әбекен қызы деген ұстазым маған Ұлы Отан соғысына қатысқан Қазақстан әйелдері деген тақырып берді. Сол тақырыппен мен 4 жыл бойы айналып шықтым. Сол институт ішіндегі республикалық конференцияларға қатысып 4 жыл бойына мен сол айналысып шықтым. Сол жатақханадағы әкем мені жатақханаға жатқызбады. Анда шу оқи алмайтын боларсың деп, сол кездегі қиындыққа да енді әкем қаржы дегенді маған айтқан жоқ, бірінші оқығаның жақсы деп квартира жалдап тұрдым мен. Бірінші жылы өз туысқан ағамның үйінде жаттым да, 4 жыл квартирада жаттым. Қасымда Ақтөбенің қыздары болды. Осы жерде айта кетейінші, сонда әкем менің сен анау жаңалықтар қарайсың ғой, тарихшысың ғой деп маған 84 жылы бір Атырауға сонда бір санатория болды. Санаторияға демалысқа келген кезде маған шағын телевизор сатып алып берді. Сол телевизордан жаңалықтар қарап отырамыз қасымдағы. Сондай маған қамқорлық жасады. Тіпті сен ол кезде қазіргідей мүмкіндік жоқ қой, ақшадан тарығып қалма деп кассаға да ақша салып қойды. Кассада ақшам тұрады. Сонда мен әлгіні оңды солды жұмсай бермеймін. Шетінен алып керегіме жұмсаймын. Сосын менің 5 жылда, сол 5 жылда, 5-ші жылы келгенде, 5-ші курсқа келгенде, Ұлы Отан соғысына қатысқан Қазақстан қыздары тақырыбын сен қорғай алмайсың, мына тақырыппен сені қорғатпайды, сен тақырыбыңды өзгерт деп маған жетекшім тақырыбымды өзгертіп тастады. Мен группаластарымда қалай бұл, қалай енді сен жерттеп келдің ғой, неге қорғамайсың деп. Жоқ, сен қорғай алмайсың, бұл тақырыпты қорғауға болмайды. Саған тақырып мынау. Киров, Сергей Миронович Киров Қазақстанда деген тақырыпты аласың, Астраханьға бар, Астрахань архивінде отыр. Мынау саған осы уақыт жетеді, қорғайсың деп. Солдай қорғап шықтым мен. Қолыма дипломды алып, енді Оралға қайтқан кезде әкем арнайы машинамен барып, жеңіл машинасымен барып, мені көшіріп келді. Сонда мен сізге айтайын ба, мен 5 қапшық кітаппен келдім ғой. 5 қапшық кітаппен келдім. Сол кезде адамдар, біз қазіргідей ақпараттық құрал жоқ қой, ақпараттық заман емес қой. Біздер өзіміз айналамызға қарап, үлкендерден, олардың киім киісі, жүріс тұрысы, сөйлеген сөзі, ұстаздарымызға қарап,
үйрендік қой. Сонда біз бір ұстазымыз айтқан, сендер әрбір стипендия алған сайын, ай сайын бір кітап алып тұрыңдар, 5 жылда 50 кітап болады деп. Сол сөзді мен тыңдап, әрбір ай сайын кітап алып тұратын едім. Кітап дүкенінен қасынан соқпай өте алмайтын бір не пайда болды. Осы мына балаларым өскенше, мен балаларым кішкентай күнде де ана балаларын жетектеп келатам да кітап дүкеніне кіріп кететін едім. Кітап алам, ана өте алмаймын қасынан. Ана қалыптасып қалған, білесіз ба? Қалыптасып қалған. 5 жыл ғылыми ізденіс жұмысымен айналысқаннан кейін мектепте жасағанда да мен балаларды, оқушыларды ғылыми жоба деген 1998 жылдан бастап мектептерге ғылыми жоба деген жоба енгізілді 1990. Сол жылдардан бастап мен оқушыларды жобаға дайындап алып шығып жүрдім. Бұл 2005 жылдан бастап Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университеті қазіргі. Бұрын енді ол Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы деп аталды. Соған тарих мамандығын дайындайтын топтарға сабақ беруге, яғни университетке осы жоғары оқу орнына жұмысқа орналасты. Ал енді Бақтылы Сансызбаевна оған дейін қаламыздағы сол орта мектептерде жұмыс істеген, тәжірибелі, біршама тәжірибе жинақтаған орта мектеп жүйесіндегі тарихшы мұғалім, ұстаз ретінде белгілі еді. Біз ойлағанбыз, әдістемелік жағынан жұмыстарын жалғастырады осы университетте. Және сол студенттерге жақсы осы тарихи пәндерден сабақ беруге бар күшін салып еңбек етеді деп солай күтілді Бақтылы Сансызбаевнаның. Бірақ Бақтылы Сансызбаевнаның бір ерекшелігі біз күткен нәтижеден былайша айтқанда бірнеше есе артық бір жеміс берді деп айта аламыз. Осы уақытқа дейінгі ол кісінің еңбек жолы, өмір жолы, ғылыми жолын бір көз жіберіп қарасақ. Өйткені Бақтылы Сансызбаевна бір ерекше бір күш жігермен сол 2005 жылдан бастап ғылыми жұмыстарға ден қойды. Және өз алдына жаңағы студенттерге сабақ беру, әдістемелік еңбектер жазу, ол өз алдына қатар жүріп жатты. Бұл Бақтылы Сансызбаевнаның қазір еңбектері тек қана осы облыс деңгейінде емес, республика бүкіл еліміз деңгейінде оқылады, танымал тарихшы ғалымға айналды шын мәнінде. Және ол тосын жаңалықтарменен, сонымен тың мәліметтерменен көзге түсті. Әсіресе мына Капустин Яр полигонына байланысты кезіндегі бүкіл еліндегі халықтың көшірілуі тарихи жылнамасын берді. Оны кәдімгідей қазақ депортациясы деп бір жаңалық қылып енгізді. Шын мәнінде бұл Бақтылы Сансызбаевнаның өзінің қосқан тың жаңалығы, тарихи бір үлкен процесті көпшілікке, бүкіл республика жұртшылығына танымал етті. Іштей бүгіліп бір жабулы жатқан бір тақырып еді осы мәселе еді. Ғалым үздіксіз жұмыстар атқарып келеді. Үздіксіз өсіп үстінде ғылыми жағынан. Міне бізге ол қуантады. Бұндай кадрлар, бұндай ғылыми мамандар қазір көп емес, саусақпен санарлық шын мәнінде. Себебі Қазақстандағы гуманитарлық ғылым жүйесі, ғылым саласының дамуы үлкен реформаларға ұшырады 21 ғасырдың алғашқы онжылдықтарында. Осыған байланысты бұрынғы жақсы тарихшы ғалымдар өзінің ізденістерін басқа арнаға бұрды, тоқтап қалды деп айтуымызға болады шыны керек. Ал бірақ Бақтылы Сансызбаевна да өзінің осы тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін қорғағаннан бергі атқарып жатырған ізденістері былайша айтқанда өте көңілге қонымды және бір құптарлық жағдай, үлгі етерлік бір құбылыстар беріп жатыр тарихи. Ұлы Отан соғысына қатысқан Батыс Қазақстандық 21 арудың өмір дерегі мен есімі енгізілген жинақты жазып шықтыңыз. От кешкен майдангер әйелдердің тағдырын оқи отырып, қазақ қыздары қандай қиын кезеңде де өз бойындағы болмысын, әдебін, мінезін, тектілігінен ажырамаған аңғарамыз. Бұл қазақ қыздарына деген, қазақ әйеліне деген, қазақ әйелі қандай болды? Қазақ әйелдерінің өмір тұрмысы, жалпы көшпелі өмір тұрмыс, кейінгі жалпы қазақ отбасында да
негізгі отбасылық өмірдің тұрмыс тіршіліктегі ауырлық біздің қазақ әйеліне түсіп отырады ғой. Қазақ әйелінің парасаттылығы, қазақ әйелінің ақылдылығына байланысты мына отбасындағы бала тәрбиесі, отбасын сақтау, оның барлығы да әйел адамға түсіп отырады ғой. Енді жалпы сонау 19 ғасырда біздің өлкемізге келген этнографтар, олар неміс болсын, орыс болсын, жалпы немесе поляк болсын, қай-қайсын алып қарасақ та олардың бір таңғалып жазғаны қазақ әйелі. Қазақ әйелінің шаруа қоры болатындығы, қазақ әйелінің отбасындағы бала тәрбиесіне жауапкершілігі, адамшылық қасиеттері. Енді сол анау студент кезімде осы Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақ қыздары деген тақырыппенен айналысып, мен бұл тақырыппен 30 жылдай айналыстым. 30 жылдай айналысып, 2015 жылы Ұлы Отан соғысына қатысқан Батыс Қазақстан облысының 17 қызы туралы монография жазып шығардым. Сонау 80-ші жылдардан бері қарайғы жиналған деректердің негізінде. Одан кейін толықтырып, әлде де іздеу жұмыстарын жалғастырып, кешегі 2025 жылы, өткен жылы Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына орай, екінші толықтырылып шығарған Ұлы Отан соғысына қатысқан Батыс Қазақстан облысының қазақ қыздары деген кітапқа мен 22 қазақ қызын енгіздім. Бұл ұзақ жылғы зерттеу нәтижесіндегі менің тұжырымды бір ойым, жалпы қазақ қыздары деген. Бұл қазақ әйелдері кешегі Ұлы Отан соғысындағы өлім мен өмірдің арасында да жүріп, өмір мен өлімнің арасында жүріп, өздерінің адамгершілік қасиеттерін жоғалтпаған, жоймаған. Білесіз ба, мен мысалы Роза Момынова деген Қызыл Жұлдыз орденінің иегері 44-ші жылы осындай қыс уақытында, февраль уақытында қайтыс болған Роза Момынованың өмірін, немесе мына Манчук пенен Әлия апамыздың өмірінен мен айтып отырамын студенттерге. Бұл әрқайсысының да олардың адамгершілік қасиетін жоғалтпаған. Мысалы Роза Момынова госпитальдің дәрігері, тіс дәрігері, бөлім меңгерушісі болған, бірақ оның манағы марапат қағазында жазылғанда, ол былай деп жазылған. Ол атыс алаңында соғыс күшейіп кеткен кезде, анау іштен сұранып, не сұранбай бірде шығып кетіп, ана жараланып жатқан жауынгерлерді сүйрейді екен. Сүйрей соларға көмек көрсетеді екен. Білесіз ба, егерде ол іште отыра берсе де, іштегі жараланған жауынгерлерді жарайтын еді ғой, ол көмектесуге, сондай жүгіріп жүріп өзі жараланып қайтыс болады ғой. Бұл қазақ қыздарының қай-қайсы да қиыр шығыс майданында болған барлаушы болсын, десантшы қыздар болсын, қазақ қыздарының осындай имандылық қасиеттерін, адамгершілік қасиеттерін жоймаған. Біздің қазаққа тән, қазақ әйеліне тән қасиеттерін жоғалтпаған. Енді қазақ қыздары жайында айтып жатырмыз ғой. Күні кеше ғылымдағы әйелдер күні аталып өтті. Өзіңізді де осы бір мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Нәзік иығына нардың жүгін артып, ғылым білімде де алдыңғы шепте жүрген арулар аз емес бізде. Әрине. Осы бағыттағы әйелдердің еңбегі жайында айтсаңыз. Көпшілік тек міне жарқырап шыққан тың деректі кітапты ғана көреді. Оның артында жатқан қаншама еңбек, ол әсіресе әйел адамның атқаруы, ол үлкен жұмыс. Дұрыс айтасыз. Кейде бір сөйлемді жазу үшін, бір күн ойланып кететін уақытың болады ғой. Немесе бір сөйлемнің сырын түсіну үшін ізденіп кетесің ғой, бір сөзді немесе сөйлемді ізденіп кетесің ғой. Қазір енді мен кейде жасанды интеллекті бар, шығып жатыр ғой, сөздіктерді қопармай-ақ, 1 минут, 1-2 минуттың ішінде қазіргі мүмкіндікті пайдаланып сен уақытыңды үнемдей аласың, иә? Ал біздер мына ғылыми еңбектер жазған кезде солай бір сөзді іздеп, бір күн немесе 1 сағат уақытыңды жоясың ғой. Ал архивтегі отыру, архивтегі ізденіс, ол енді өміріңнің негізгі адамның ең қымбат, негізгі сыйлық, ол өмірің ғой.
бізге. Оның қанша уақыт бергенін, қанша сағат, қанша ай, күн екені белгісіз ғой. Сол белгісіздікпенен өмір сүр. Ол белгісіз болғанда жақсы адамға бір жағынан, иә. Сол ең қадірлі, ең бағалы сыйлық сол өмірің болатын болса, сол өміріңнің қымбат уақыттарын сол архивте отырып өткізесің ғой. Иә, манағы сіз айтқандай, кейде ойлайсың, адамдар кітапты бір сағатта қарап шығуы мүмкін, бір күнде, 2 күнде оқып шығуы мүмкін де, сол баға беріп жатады, не солған ләззат алып жатады. Ал сондай ләззат алуға адамдарға, сондай танымдық ақпарат беруге менің қанша күшім кетті, қанша уақытым кетті. Ұйқысыз түндер, ұйқысыз күндер тұр ғой ол кітаптың артында. Міне, ғылым жолы, ауыр жол дейтінім. Оның үстіне әйел адам қалай дейді біздің қазақ сөз тіркесі бар ғой. Әйел адам бір қолыменен бесік тербетеді, бір қолыменен әлемді тербетеді дейді. Ал енді әйел адамдарға ғылым жолында жүрген әйел адамдар, олар 2 майдан, 3 майданда жүреді ғой. Отбасы, жұмысы бар, қызметі бар. Оның кейбір менің әріптестерім, басшылық қызметте жасайтын әріптестеріміз бар. Мен оларға айтам, сендер 3 майданда жүрсіңдер ғой деп. Енді сондай 3 майданда жүріп, жан кеште еңбек еткен мына ғылымдағы әйел адамдардың ол еңбегі ұшан теңіз деп айтар едім. Мен ғалым ретінде ұшан теңіз. Оның отбасының жауапкершілігі, баланың жауапкершілігі, бауырлары тұратын, оның адами қасиет, адамгершілік, әлеуметтік қарым-қатынаста сен түзу болуың керек. Соның арасынан уақыт тауып, ғылыми еңбек жазып, ол ғылымға, елге пайда келтіріп жүрген әйел адамдардың еңбегі, қайталап айтам, ұшан теңіз. Дұрыс айтасыз. Алаштану бағыты бізді байланыстырды, таныстырды. Қазіргі кезде Бақтылы Сансызбайқызы біздің кафедрада жұмыста істеген соңғы жылдарында біздің жастарға, осы ғылым жұмысында жүрген жастарға, әсіресе жас қыздарға өте көп ақыл кеңесін береді және керемет үлгі. Өйткені Бақтылы апайдың бойында ғылымға деген құлшыныс, білімге деген құлшыныс, және бір қазақ қызына тән ерекше бір қасиеттері бар. Апай әрдайым кафедраға келгенде, біздің жанымызда болғанда, әрдайым шуақ шашып тұрады. Және ішінде жан дүниесімен түгелдей бізге бар болмысымен ақыл үйретіп, кеңес беріп тұрғандай, қамқоршы болып тұрғандай көрінеді. Тағы да бір ерекше қасиеті, ол біздің күнделікті жұмыс күйбеңдермен жүрген кезімізде сергітіп алады. Әзіл қойлығы бар арасында, көңілді жүріп, әлсін-әлсін біздерге мотивациялық ойлар салғанда, біз жадырап сала береміз. Апайдың сондай тәжірибесі жастарға көбіне керек. Жұмыс барысы кезінде студенттермен жұмыс жасау ерекше. Әсіресе ол жастар жақсы көреді, жастармен жұмыс жасаған жақсы көреді. Өте еңбекқор адам, үйде де, түзде де, ғылымға да үлгеріп жатыр, тәрбие жұмыс барысында да үлгеріп жатыр. Ол топтың куратор ретінде, түрлі шаралардың ұйымдастырушысы ретінде, сосын ол тамаша тамақтарды жақсы үйдің шаруа әйел екенінде байқаймыз. Ғылымда өзінің рөлі бар қазақ қыздарының бірі. Бір ғана Ғұмар Қараштың өзінің тұлғасымен апай дінде, алаш қайраткер ретінде және қоғамда орын алған тұлғаны бейнесін ашты. Бақтылы Сансызбайна үнемі айтып отырады, адамның өмірінде ең маңыздысы уақыт. Бақтылы Сансызбайна ол уақытты қалай үнемдеу керек екенін біледі, уақытты қалай пайдалану керек екенін біледі, және өзінің еңбекқорлығымен сол үлгіні көрсетіп отыр жастарға. Қарымды қаламгер Мұзафар Әлімбаев кеңістік пен уақытты жеңген қандай бақытты деген екен. Әрине, уақытты жеңу мүмкін болмас, дегенмен басқаруға болады. Бұл бағытта да сіз өте үздік менеджерсіз десем болады. Жалпы әр сәтіңізді қалай жоспарлайсыз? Адам баласының өмірі менің түсінігімше көрінбейтін уақыт өлшемдерінен тұрады. Ол секунд, ол минут, ол сағат. Көресіз ба? Енді менің уақытты есептеп жүретінім, өзіме пайдалы нәрсені ғана
таңдап тұратыным бұл менің бала кезден деп айтпай-ақ қояйын, студент кезіндегі манағы ғылыми жұмыстармен айналысқан кездегі қалыптасқан әдет. Мен ана квартирада тұрдым ғой қыздарымменен. Сонда қыздарым, студенттер, жастық шақ, бір-бірімізбен әңгіме келіп жатады, қонақта бір-бірімізген да. Мен сонда жайлап орнымнан тұрамда, ана столыма барып отырып, өзім жаза берем. Түнде отырып жазам. Ана түнгі бірақ 12-ге дейін мен отырмайтын едім. Менде өзі түнгі 12-ге дейін менің жұмыс қабілетім әлсірейді. Сондықтан мен ерте жатып, ерте тұрам. Мемлекеттік емтихан тапсырған кезде мен институт бітіріп, таңғы 5-те тұрып оқимын. Сол әдет міне енді мен орта жастан да асып кеттім ғой, енді әже жасына келген. Әлі күнге дейін солай. Мен таңда тұрам, 5-те тұрам. 5-те тұрған адамның мына ми қызметі жақсы болады, мидың қызметі. Жаңа ойлар келеді адамға, жаңа тың ойлар келеді. Ол саған көмектеседі күндегі энергияң, түске дейінгі энергия ол таңда тұруға. Соның барлық таңда тұру ол уақытты үнемдеуге байланысты. Мына мен студенттеріме айтамын, мен балаларым сияқты ғой, ол студент дегенмен менің өз балаларым сияқты ол деген. Мен балаларыма қалай ақыл бердім, солай студенттеріме де беріп отырам. Сіз кешігетін адам, мен кешігетін студенттерге айтам, немістердің бізден артығы не? Немістердің неміз кем біздің деген. Яғни біздер кешігіп жүреміз әр уақытта да қазақтар. Яғни өзіміздің уақытымызды біздер бағалай алмаймыз. Біздерде режим жоқ, күн тәртібі жоқ біздерде. Кімде күн тәртібі жоқ, ол адам кешігіп жүреді. Күн тәртібі мұқият жасаған адам, ол кешікпейді еш нәрсе. Әрбір уақыты, әрбір жасайтын ісі оның жазулы тұрады. Мен 10-шы класс оқып жүргенде есімде, мен жазып отыратын едім. Мен мектепке баруым керек, мектепке келгеннен кейін сүт пісіру керек. Сондай бәрін жазып қоятын едім. Одан кейін мен әкем айтатын еді, мен оқу бітіріп институтқа жұмысқа оқуға кеттім. Содан кейін менің 3 жас кіші сіңілімнің жазып қойған нелерін тауып алыпты сондай. Мен сияқты мана сүт пісіру керек, сүтті қарау керек, үй жинау керек, кітап оқу керек деп жазып қоятынды сіңілім де қайталап соны әкем айтып жүретін еді. Енді қазір солай келе жатырмын. Қазіргі уақытта да ғылыми теорияда дәлелденген ғой, таңғы энергияның, таңғы жұмыстың өнімді болатыны, күнді жоспарлау, уақытты өзіңе бағындыра алу, я? Әрине. Ана қазіргі ақпарат бар ғой, енді табысты адамдардың өмірін қарап отырсақ, олардың табысты адамдар өздерінің уақытын солай үнемдеп отырады, бағалап отырады, күн тәртібімен жүреді. Сіз туралы ізденгенде мен үшін ең қызықты дерек болғаны сіздің аспаптардың королі саналатын пианинода ойнайтыныңыз. Қалай үйрендіңіз, қай уақыттан бері ол аспаппен доссыз? Қалай біліп қойдыңдар? Көп ешкімге айтпайтын едім. Мен оны студенттеріме жақында айттым. Бұл құпиямды айттым. Мен оны үлгі болсын деп айттым. Студенттерге айттым. Мен бала кезімде домбыра үйренгім келді. Бірақ үйірме болған жоқ. Басыма жастап да жатып көрдім домбыраны. Басыңа жастап жатсаң, көпшілігің астындағы домбыра тартып кетесің. Бірақ мен сол музыкаға деген қызығушылығым болды. Балаларымның музыка мектебіне бердім. Бірақ екі балам емес, мына өзімнің қызым пианино тартады, музыкальныйға барады. Қазір домбыра да тартады, пианино да ойнайды. Енді соларды жетектеп жүргенде өзімнің ондай мүмкіндігім болмады менің. Мен 60 жасқа келгенде пианино үйірмесіне бардым. Курсына бардым. Осы тек 2 жыл болды. Бардым. 3 айдай қатыстым. Одан әрмен қарай өте қаржылық өте аз төлеген жоқпын. Қымбат, шындығын айтайын. Сосын өзім ана ноталарды кішкене біліп алғаннан кейін қазір тартамын Бетховеннің іші. Қандай тамаша. Шаршағанда үйге барып, өзіме жарайды. Мен көп емес бір, әке туралы тарта білем, әкемді еске алам. Анау Бетховеннің шығармаларын біреуін толық білем, біреуін орталай білем. Бірақ өзім шаршауымды басуыма, өзімнің тынығуыма, өзіме жарайды. Тамаша, қандай керемет. Ғалымдар отбасында ер жеткен ұл қыздарыңыз да сіздер салған сара жолды жалғады. Бұл енді шаңырағыңыздағы заңдылық па? Әлде бір сіздердің бағыт бағдарларыңызбен келді ма бұл жолға? Қалай ойлайсыз? Заңдылық деп айта алмаспын. Заңдылық деп айта алмаймын. Мынау жастар бар ғой, бала тәрбиелеп отырған.
Мен енді осы әже болып отырмын ғой, қазір менің келіндеріме де айтамын. Бала тәрбиесі ол өте өнер деп қараған, өнер дейді Мағжан Жұмабаев. Өнер десе өнер. Бала ата-ананың, ананың іс-әрекетін көріп өседі. Оған айта берудің қажеті жоқ, сен мынандай бол, сен мендей бол деудің қажеті жоқ. Оған өзің қандайсың, бала солай болып өседі. Менің мектепте жасаған кездерінде балаларыма әңгіме айтып, оларменен төселіп отыратын уақытым болған жоқ, ойлап отырсам. Олармен бірге мен киноға да бара алмадым. Олармен бірге бір театрға да бір рет балам барайықшы деймін, бір күні 9 оқиды балам. Мама, уже поздно деді. Сол сөз есімде. Мен балалар мектептің жұмыс жасадым, беріліп істедім өз балама. Бірақ балаларым Құдайға шүкір жаман болған жоқ. Өзіміздің жолымызбен жүріп келе жатыр. Олар көргенін жасайды. Сіз қандайсыз, бала сондай болады. Мен өзім әке-шешемнен білем. Әке-шешем қалай еңбекқор, біз солай болдық. Сондықтан ата-ана өте жауапкершілікпен қарау керек. Апа, енді барлығы айтылды да, біздің Құспан ағайымыз айтылмай қалған сияқты. Енді ол кісі де ғалым. Бір шаңырақта осындай қос бірдей тұлғаның бас қосуы, бір-біріңізге септесіп, болысып жүру, бұл қалай жаңағы орындалып жатқан тәртіп? Енді Құспан Ғұмарұлы менің жолдасым, енді 40 жылға бірге келе жатырмыз. Бұл кісінің біріншіден, ол кісінің артықшылығы білімділігі. Білімділігі. Міне сол білімді, көп оқиды, көп тыңдайды, бірақ көзге түсе бермейді. Үй тыныштығы, жан тыныштығын жақсы көреді. Қазіргі енді зейнет демалысында студенттерге дәріс оқып келеді, үйде кітаптарын оқиды, жазады, өлең шығаратын несі бар, қабілеті бар. Қанша дегенмен тіл маманы ғой. Сол тыныштығы менен ол кісіде жан тыныштығы, әділ адам, адал адам. Міне сол адалдық балаларына да, адалдық, әділдік сол бала тәрбиесіне де, балаларға да жұғысты болды ғой. Балалар Құдайға шүкір. Адам түзу жолменен адам ретінде, адамгершілігі бойында мол балалардың өсуі бұл ата-ана үшін жайлы, қарттық ғұмыр кепілдік екен. Мен осыны ұқтым. Әдемі қарттық, бақытты қарттық деген осы. Әдемі қарттық. Сондықтан мына жас бала өсіріп отырған жастарға мен айтқым келеді, балаға мұқият болу керек. Марк Аврелийдің айтқаны бар. Көне заман ойшылы. Мен ол кісінің сөзін үнемі айтып отырам, балаларға айтам, ол кісі айтады, өміріңдегі күллі тұндырғаныңның ішіндегі ең ғажабы тамаша тәрбие алғаның дейді. Міне адам баласының тәрбие биік абырой, биіктен де айырылып қалып жатады кейбір адамдар. Биікке шыққан кезде, ата жасына келген кезде. Сонда тәрбиенің осалдығы әсер етеді. Жататынына көзіміз көріп, өмір тәжірибеден көріп жүрміз. Біздің студиямызға келген барша меймандарға қойылатын дәстүрлі сауал бар. Өзіңізге де жолдайын. Жаныңыздың жағалауын қалай таза ұстайсыз? Жан тазалығы деген ол қол жетіп жатса, жаның таза болған жақсы ғой. Жаның таза болу үшін, жалпы мен мынау Абайдың қанағат, рахым ойлап қой, бұл осы жан тазалығына көмектесетін ұғым. Жан тазалығы. Жанның тазалығы, көңілдің тазалығы. Көңілің қанағатшыл болсаң, шүкір дейміз ғой. Бұл қанағатшылдық адамға көп көмектеседі. Жаның таза болса, көңілің таза болса, айналаң таза болады. Айналаңа көңіл сыйлайсың. Айналаң таза болса, әлем таза болады. Әлем тыныш болады. Айналаң тыныш болса, әлем тыныш болады. Бізге әлем тыныштығы керек. Осы қамшының сабындай қысқа өмірде бір-бірімізді бағалап, бір-біріміздің көңілімізді бағалап жүрсек, бұл әнде бар ғой. Көңіл күрсіндірме, жүрек сыздамашы, көңіл күрсіндірмеші деген. Бір-біріміздің көңілімізді бағалап, адамның көңілін табуға тырысып тұрсақ, өмір деген керемет қой. Тылсым күш, құдіретті күш адам баласына барлық жағдай жасап қойған ғой. Құстардың үні керек па, судың сылдыры керек па, бұлақтың үні керек па, бұның бәрін жасыл жапырақ керек па, сен демалады, осының барлығын бағалап білсе адам баласына барлық жағдай жасалынған. Тек бір-біріміздің аяғымызды баспай, сол көңілімізді тауып жүрсек, әлем гүлденеді, өзіміз гүлденеміз. Өзіміз
Бұл өмірдің мәнін, мағынасын біліп өмір сүргенге не жетсін, өмір қысқа ғой. Рахмет, Бақтыл Сансызбайқызы, шақыртуымызды қабыл алып, төрімізден табылғаныңызға үлкен алғыс. Тыңдаған, көрген, көрерменге ой салатын әдемі сұхбатыңыз үшін алғыс. Қымбатты көрермен, жанымның жағалауы хабарының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Жақсы күндерде жолыққанша.